Өнімдердің, тауарлардың бағасы тұрақты ма, жоқ құбылып тұра ма, қалай ойлайсыз? Тұрақсыз, өте тұрақсыз. Және жылдам көтеріледі, ал көтерілгенде тоқтап түспейді ешқашан. Ол солай заңдылық па, түсінбеймін мен қалай екен. Мынау тексеріс жоқ, бақылау жоқ деп, соның ықпалы. Басқа ештеңе жоқ па. Соны түсінуге болады солай. Әсіресе мынау үйде отырған жаңағы зейнеткерлерге өте қиын. Түсінемін, жағдайы төмен адамдарға. Әрине енді табыс табатын адамға басқаша шығар былай. Жаңағындай жағдайы төмен адамдар өте қиын. Шөп, мына жасыл шөптердің өзі бірталайықшы. Қандай тауар түрлерін жиі аласыз? Енді қазір кезде бәріміз енді возрастымыз 60-тан асқасын, көбінесе мындай шөп шәлем жегенді ұнатамыз. Сосын ет кәдімгі өзіміздің қазақтың. Қымбат. Барлық нәрсе қымбат. Мал бағу да оңай емес қазір. Жем шөп қымбат. Налог тағы қымбаттап жатыр.